апатам вообще қоқылдап отыр ғой. Ана 2 есе. Былтыр киген пальтом ғой, мен страшно ақтағанмын да. Қалай ақтағандарымыз білесіздер ма? Айтайын ба? Білгіңіз келсе маған жазыңыздар комментарияға. Қалай ақтағанын айтамын. Қазір мен үйде мусор төгуге шығып жатырмын. Мусор төгіп тастайын. Сосын естімауына шығып кішкене тазалашып қойын. Жапырақты бәрін есіктің алдына жиналып тұр. Мусор аузымнан шығып тұр ғой. Мусорды білмейді сол. 3-4 күнде бір күнге бір рет келеді де. Байқамай қалдым қай күн келгенін. Тоқ кетіпті уже. Келетін шығар енді. Есіктің алдын кішкене сыпырып жіберейін. Жапырақ кішкене. Бірақ мына желмен қайтып келетін шығар. Жапырақтың бәрі. Қыздарым келеді сабақтан. Жаңаласып. Айтер, мама, мен жинайын деп шығады оларды. Достар, біздің каналымызға жазылыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Погода бүгін салқындау болып тұр екен. Жылы келіңіздер. Смоля. Жейін деп отыр. Менің мусорымды жейін деп отыр олар. Ал жеңдер. Не жейсіңдер? Адам жей ма? Мусор жейсіңдер ма не? Ішінде мусор бар ма? Мак. Қаш жей ма? Достар, сау болыңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар. Менің қозыларым жатыр. Жем беретін шығар. Бер маған кеткен сақ соны. Кел, жеңдер. Алатын бар ма? Салып алатын бар ма? Телефон шықса. Мен қойлар жапырақты жеп отыр екен. Жеңдер ал. Ау, иә. Жейін деп тұрған сияқты жапырақтарды. Жесе жей берсін. Бірсе кет, не істеп жүрмін олар? Достар, бізге жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Пока-пока.